әйел міндетті түрде айқайлап жатады босанып жатқан кезде, немесе қолын осылай қысып алып бүйтіп шыңғырып жатады. Бұның барлығы ол фильм, ол кино. Ал шын өмірде сіздің босануыңыз жеңіл өту үшін, шайкаңыз жақсы ашылу үшін, толғағыңыз жеңіл өту үшін сізге бір ғана нәрсені жасау керек. Ол босаңсу. Жалпы физикалық тұрғыда сізге қысылу, былай күшену, итеру деген сияқты физикалық тұрғыда жұмыс босану барысында сізде ары кетсе 15-20 минут, 30 минут қана жасалатын, сондай физикалық тұрғыда жұмыс жасалатын период болады. Ол күшеншек периоды. Яғни сіздің шайқаңыз толық ашылды, баланың басы түсті, енді сіз ол баланы итеріп, яғни потуги дейді ғой орысша айтқанда, күшеншек кезінде сізге осылай итеріп жұмыс жасау керек. Бірақ басқа уақытта, яғни қалған 10 сағат, 15 сағат, яғни сіздің толғақ кезеңіңізде сіздің жасауыңыз керек бір ғана нәрсе, ол босаңсу, яғни расслабление.